Бұл сабақта біз әртүрлі криптаны алып сату арқылы пайда көретін боламыз. Яғни біз алдыңғы сабақтарда тек қана USDT-ді әртүрлі банкпен алып сатып көрсек, енді бұл сабақта біз USDT-ді ғана сатып алып емес, яғни биткоинді сатып алып, эфирді, BNB-ді, жалпы әртүрлі шибаны, жалпы әртүрлі монетаны сатып алып, және оны сатуды көрсететін болам. Бірақ бұл жақта өкінішке орай USDT секілді ликвид емес жоқ, яғни сатып алушы немесе сатушы адам аз. Бұл жақта бірақ пайда бар. Қаншалықты пайда бар екен қазір бірге көретін боламыз. Ол үшін біз P2P торговля дегенге кіреміз. P2P торговля и және де біз бірінші P2P торговля емес, бірінші біз осындай главный бетте тұрған кезде сделка дегенге кіреміз. Сделка деген кірген кезде бізде мына жерде конвертацияның астында биткоин USDT деп тұр. Қаласаңыздар, мына жерге BNB деп жазуға болады. BNB. Так. BNB USDT. Осылай ауысады. Одан бөлек тағы үстінен бассаңыз, қазір мен сіздерге биткоинмен көрсеткім келіп тұр. Енді қараңыздар, осы жерде біз қазір USDT-ді сатып аламыз и және де оны споттан биткоинға ауыстырып, биткоин қылып, оны қайта сатып жібереміз. Яғни бұл жерде 24 сағат блокқа кірмей де жасауға болады. Ол жолды көрсететін болам. Бірінші как тейкер болып сатып алуға болады и және де оны мейкер болып сатып жіберуге болады. Енді қараңыздар, біз купить USDT сатып аламыз, то есть биткоин сатып аламыз. 1000 биткоинға, 1000 USDT-ға бізге 0,03-те 412 BNB, то есть биткоин келеді екен. Енді осыны скопировать етіп аласыздар, және де біз главный битке келіп, оны биткоинға қойып көреміз. Яғни біз продать деп объявление береміз, сол кезде купить жақтан көрініп тұрады. Клиенттердің көзқарасында купить жақтан тұру керек. Енді біз топта тұрған объявлениенің үстін басып көреміз. Бізде за фиат және за крипто. Крипто ол бізде биткоиннің количествосы, яғни бізде 0,03-те 412 биткоиннің количествосы бар. Ол 455.502 теңге. 455.502 теңгеге біз былайша айтқанда сатып алып, то есть сатып жатырмыз. Сатуға болады екен 1000 USDT-ді. Ал біз егерде сатып алатын болсақ, как USDT-мен, мысалға Кассибанк бізде, Кассибанкпен сатып алатын болсақ, қазір 452-де 45-пен тұр. Жалпы бұдан сатып алатын болсақ, біз купить деп басайық. Осы жерде біз 1000 USDT деп жазамыз, яғни 1000 USDT сатып алдық жаңа біз. 452.450 теңге, яғни 452.500 теңге. Егер биткоинға ауыстырып сататын болсақ, біз сонда 3500 теңге жалпы бір кругтан көреді екенбіз. Енді бұл жерде сіздердің суммаларыңыз аз болуы мүмкін, оны мен білмеймін. Бір кісіде 100 мың болуы мүмкін, біреуде миллион болуы мүмкін, біреуде 2 миллион болуы мүмкін, әртүрлі. Жалпы осылай, то есть осылай пайда көре аласыздар. Мен сіздерге қазір визуально ғана көрсетіп тұрмын. Осы жерде қарайтын болсақ, бізде биткоин, бізде шибаны даже алып тастаған. Негізі шибада бар еді. BNB, эфир деген сияқты жалпы әрқайсысымен көре беруге болады. Осы жерде біз USDT сатып алғаннан кейін қалай оны биткоинға айырбастаймыз. Мен сіздерге соны көрсетіп кетейін. Қараңыздар, ол үшін главный битке шығасыздар, кошелек дегенді басасыздар, және де осы жерде спот, пополнение, маржа, фьючерс деген сияқты кошелектер бар. Бұлардың әрқайсысы бір кошелек, яғни споттың атқаратын қызметі ол жақта ақша сақтау үшін және де конвертация жасау үшін. Мысалға USDT-ді биткоинді BNB-ға деген сияқты әртүрлі монеталарды былайша айтқанда конвертация жасау үшін. Ал пополнениеде ақшаңыз тұрса, бұл жерде сатып алған ақшаңыз, не болмаса сол ақшаны P2P арқылы сататын болсаңыз, онда міндетті түрде пополнение кошелекте тұру керек. Яғни пополнениеде тұрған ақшаны сіз конвертация жасай алмайсыз. Яғни бұл жерде конвертация атқаратын қызмет жоқ. Әрқайсысы
әртүрлі кошелек. Яғни спотта, яғни не істейсіздер, конвертация ғана жасайсыздар. Бізде основной P2P арбитражниктер жалпы осы кошелектарды ғана қолданады. Енді осы жерде перевод дегенді басамыз. Яғни бізге бірінші спотқа өткізіп алу керек, иә? Биткоинді USDT-ға ауыстырамыз. USDT максимум деп бассаңыздар болады, бірақ керек емес пока что. Біз бұл жерге бір 100 USDT деп жаза саламыз. Осылай ауыстырамыз. Бізде спотқа кеп түсті USDT. Енді споттағы USDT-ді біз биткоинға ауыстыруымыз керек. Яғни түсініп тұрсыздар ғой, процесті. Сіздер P2P арқылы 1000 USDT сатып алдыңыздар. 1000 USDT ол міндетті түрде пополнение кошелекте болады, өйткені сатып алған нәрсенің бәрі пополнение кошелекте келіп тұрады. Біз оны конвертация жасап, қайтадан сату үшін оны биткоинға ауыстыруымыз керек, иә? Біз конвертация жасау үшін ғана спот кошелегін пайдаланып жатырық. Яғни 100 USDT қазір біз ауыстырдық. Енді сделка дегенге кіреміз. Сделка деген кіріп, купить USDT, яғни купить биткоин. 100 USDT-ға біз биткоин сатып алатын боламыз. Яғни купить деп басамыз спотта. Бізде астында ордер ашылды. Бұл автомат түрде қазір сатылып кететін болады. Кішкене күте тұрамыз. Жалпы бізде қазір споттан кішкене сатылмай тұр, сондықтан да біз конвертация жасай салсақ болады. Конвертация мен споттың негізі қатты бір разницасы жоқ. Екеуі бір, бірақ үлкен сумма болатын болса, желательно спотпен сатқан дұрыс, өйткені бұл жақта кішкене тиімдірек болады. Конвертация деген үстінде конвертация деп тұр. Осыны біз бірінші USDT-дан биткоинға айырбастаймыз. Яғни бізде спотвида тұрған USDT ол 100 USDT, және де астында сары кнопканы басамыз. Конвертация дегенді, конвертировать дегенді 4 секунд қалды, не? Баса салайық. Все, бізде ауысты. Яғни бізде USDT-дан биткоинға ауысты. Домой деп артқа қайта саламыз. Біз енді қайтадан кошелектің ішіне кіреміз. Кошелекқа кірген кезде, міне қарасаңыздар, міне менде бірінші болып тұр. Осындай 0,00340 деген сияқты биткоиным тұр. Енді осыны мен перевод жасаймын. Қайда перевод жасаймын? Осыны мен споттан кросс маржаға емес, мен пополнениеге ауыстырам. Яғни биткоин максимум дегенді басам, подтвердить перевод, уже менде ауысты. Менде спотта жоқ, уже менде пополнение келіп түсті ол биткоин. Енді осы биткоинді мен объявление беріп, былайша айтқанда сатам. Яғни объявление беріп, продать дегенге объявление беріп шығаратын болам. Осы жерде міне плюстікті басамыз қайтадан. Осыны басқан кезде бізде бірінші біз есептеп аламыз, қаншадан сатылып жатыр, то есть міне осы ең бірінші жағына кіреміз, биткоин купить. 13.350.000 теңгеден бір биткоинның құны сатылып жатыр. Жалпы Каспи банкты көреміз бұл жерде. Каспи банк 13.450.000-ға жалпы сатылып жатыр. Енді біз 13.451.000 деп қойсақ болады Каспи банкпен. Біз плюсикті басамыз. Басқан кезде объявление тура сол USDT-ді сатқан секілді объявление, бірақ бұл жерде USDT емес, биткоин деп басамыз. Биткоинді теңгемен сататын боламыз. Продать деген кнопканы басамыз міндетті түрде. Және де осы жаққа жазамыз 13.451.000. Осылай жазамыз. Және де үтір 00. Все. Далее дейміз. Осы жерде Каспи банк тіркеліп тұр. Все дегенді басамыз. Аппликовать. Далее аппликовать. Тура осылай біздің объявлениеміз шығады. Міне,
қарасаңыздар, міне астында USDT продать етіп жатырмын, үстінде биткоин. Жалпы биткоиннің объявлениясын қойып қойдым. Енді қараңыздар, мынаны өшіре салайын, мен керек емес мынау. Закрыто объявление. Так, енді қараңыздар, P2P-ға кірген кезде, вот міне, бізде екінші орында тұрмыз. То есть 449 мың теңге қойым керек еді, мен кішкене қателесіп кеттім. Жалпы осылай қойып қоясыздар, и объявлениелеріңіз осылай шығып тұрады. Және де осы жақтан өткен кезде уже мына жерде цена шығып тұрады. Міне қарасаңыздар, мен астында мына жерде жазылып тұр 445.752 теңге $100 жалпы. Ал мына жерде $100 мен 445.248 теңге, яғни үстіндегі таза пайда 500 теңге примерно пайда қалып тұр. Яғни бұл деген сөз, яғни $100-дан 500 теңге пайда қалып тұр. Егер $1000 болатын болса, значит 5000 теңге пайда қалып тұр деген сөз. Вот жалпы осындай, сіздер осылай алып сата аласыздар. Және де бұл екінші вариантын айта кетейін мен сіздерге. Екінші варианты бұл жерде продать жақтан купить етіп алып, оны ертеңіне сатуға болады. Яғни тоже сами. Мына жерде қайтадан көре салайық. Міне, сделкаға кіреміз. Басынан бастап сделкаға кіреміз. Биткоин, USDT. Так, 1000 деп ала берейік. Так. Биткоиннің количествосын көшіріп аламыз. Және де біз оны P2P торговлеге кіріп, продать биткоин. Осы жақтан көреміз. Осы жақтан, яғни осы жақтан сатып алатын болып көреміз. Яғни біз 1000 USDT сатып алу үшін 449 мың теңге, яғни 449.600 теңгеге біз биткоинді сатып аламыз. Яғни объявление шығарып қойсақ болады, тек қана сатып аламыз деп. Және бұл сатып алған кезде тек қана USDT-ға ауыстырып, оны ертеңіне сата аласыздар. Яғни 24 сағат блокқа міндетті түрде түседі. Біліп тұрсыз ғой, да? Біздер егер мейкер болып сатып алатын болсақ, онда блокқа кіреміз. Ал тейкер болып сатып алатын болсақ, онда блокқа кірмейміз. Біз жаңа бірінші USDT тейкер болып сатып алып, оны биткоинға айырбастап, биткоинда как мейкер болып объявление сатып жіберген кезде $1000-дан 5000 теңге қалып тұр. Ал мынадан бізде қалады 449 мыңға сататын болсақ, біз 1000 USDT-ді, то есть сатып алатын болсақ, оны біз ертеңіне сата аламыз, чтобы мысалға Кассибанкке 452-де 48 дейді. 1000 USDT, ол 452.480 теңге, яғни үстінен 3,5 мың теңге примерно пайда қалып тұр. Вот жалпы осылай процесс жүзеге аса береді. Яғни объявление берген кезде тоже самый. Осы жерде купить биткоин жалпы осылай бере бересіздер. Яғни 451-де, то есть биткоин мына жақта 13.184.000 теңгеге примерно қойып қойсақ болады. Далее. Вот осылай мысалға 100 USDT сатып алам деген сияқты. Так, бір биткоин сатып алам дейсіңіз. Мысалға пример, да? Вот осылай готов деп шығарасыз, и және де продать жақтан көрген кезде вот осылай суммасы полностью шығып тұрады. Вот жалпы осылай. Тура осылай әртүрлі криптаға объявление бересіздер. Яғни қарасаңыздар, мына жерде BUSDT дейді, биткоин, BNB, эфир. Жалпы осы 4 монетаға сіздер былайша айтқанда объявление беріп сатып аласыздар, не болса сата аласыздар. Бірақ ескерте кететін жайт, мына нәрсеге мұқият болыңыздар. Сіздер бұны істейтін кезде үлкен суммамен жасауға болмайды. Тек қана аз суммамен жасайсыздар. Неге? Өйткені қараңыздар, мынандай нәрсе. Сіздер егер 1000 немесе $2000 жасасаңыздар, яғни $2000 USDT сатып алыңыз, сіз оны биткоинға айырбастадыңыз. Сол биткоинға айырбастағаннан кейін ол, яғни ликвидиміз аз болады, яғни жай сатылады. Жай сатылған кезде сіздер
USDT, то есть биткоиннің бағасы сол моментте түсіп кетуі мүмкін. Егер биткоиннің бағасы түсіп кетсе, сіздер ойлағандай ақша шықпайды. Биткоин деген ол тұрақсыз. Бір күні 30 000 доллар болса, ертеңіне 29 000, арғы күні 28 000, одан кейін 31 000 деген сияқты әртүрлі ойнап тұрады. Егер сондай моментте көтеріліп кетсе, әрине күшті пайда бар. Дей келе, егер бағасы түсіп кететін болса, ол сіздерге қиындық туғызады, яғни минусқа кіріп кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан да бұл нәрсені істеген кезде 200 доллармен USDT сатып алып, оны 200 долларды бірінші конвертация жасап, оны қайта сатқан дұрыс. Ал егер конвертация жасамайтын болсаңыздар, сразу конвертация жасамайтын болсаңыздар, бағалар ауысып кетсе, ертеңгі күнде минусқа кіріп кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан да бұл связкада өте мұқият қарап, тексеріп, зерттеп, солай алып сатқан дұрыс. Енді бұл связкада кішкене риск бар. Жалпы солай. Келесі сабақта кездескенше.